Сәлеметсіздер ме? Инсульт алғаннан кейін көбінесе қатты инсульт болғаннан кейін бірінші стадия, екінші стадия болады. Негізі екінші стадияда көбінесе тілден қалу күтіледі. Бұл тілден қалу дегеніміз афазия, дизартрия деп аталады. Қазір сол инсульттан кейінгі тілден қалуға мен сіздерге қалай массаж жасайды, сол қалай тілді бері тартып массаж жасауды мен сіздерге көрсетіп өтемін. Бұл кезде, қазіргі кезде көбінесе экологияға байланысты ма білмеймін, көбінесе 40-тан аса, кейін 30-дан асса да 35 жастардағы, 42-43 жастардағы көп ер азаматтарымыз инсульт жағдайы болып жатыр. Қазір больницада көбінесе жастар, 40-тан асқандар, 35-38 жастағы жас ер кісілер, оның арасында әйел кісілер де бар. Ол негізі инсульт алғаннан кейін қалай тілден қалады? Көбінесе мидың сөйлеу аймақтары болады. Мидың сөйлеу аймақтарына, верник аймағына, брока аймағына қан жақсы жетіп бармағаннан кейін, қан жақсы қойылып бармағаннан кейін, о жаққа құйылып бармағаннан кейін тура осы сөйлеу несінен қалады. Көбінесе қан жүрмегеннен осындай жағдай болады. Енді инсульт алғанда көбінесе қалай аламыз? Қалай алады инсульт? Давление бірден көтеріліп кетеді. Сосын бірінші очередьте неге сахар көтеріліп кетеді да, көбінесе ол сахар бар екенін де білмей қаламыз біздер. Сахар көтерілгеннен кейін давление көтеріліп кетеді. Давление көтерілгеннен кейін оны даже баста ауырмайды біреулерде ше. Соның салдарынан инсульт жағдайы келіп жатады. Инсульттан кейін уже бұны сразу білмейміз, бұны бірден білмейміз. Уже давление түсіп болғаннан кейін, сосын осы давление қатты көтеріліп, инсульт алғаннан кейін тілден қалуға енді біздер бастайық массажымыздан. Көбінесе тілді, мысалға қараңыз, сау адаммен инсульт алған кісінің, мысалға тілден қалған кісінің тілін мысалға көрсеңіз, өйтіп, мысалға мен инсульт алмаған ешқандай, қараңыз, тілім қай жерге түсіп тұр. Мысалға енді инсульт алған адамның тілі бері қарай шықпайды, қарасаңыздар, өйтіп, деп зорға шығарады. Бұл тілді уже жаңа айтқанымдай мен брока мен верника аймағында қан жүрмегендіктен, уже тіл кәдімгідей қан жүрмейді, қан жүрмегендіктен тілді кәдімгідей бері қарай өзіне қарай тартып алады. Түсініп жатсыз ғой? Енді соны бері қарай тілді қалай шығарамыз, сосын қалай сөйлеуге әрекет жасаймыз. Сол туралы мен массаж жасап көрсетемін сіздерге. Ал сіздерге пайдам тиіп жатқан болса, менің парақшам ұнап жатқан болса, YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Енді бірінші орында қараңыздар. Мына құлақтың асты, құлақтың астына кәдімгідей саусақпен басамыз. 10 рет. Екеуі бірдей емес ешқашан. Міне, оң жақ мысалға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді екінші жақ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді жайлап түсіп келеміз. Бұл тек қана точный болады. Точный болады, жайлап түсіп келеміз. Тура осы жерден тіл қысылады. Тура осы жерден. Енді қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тура осы саусақтармен кәдімгі точный қылып істейміз. Кейін жақындау. Қараңыз. Біз мынау ангина, мынау ангина емес. Бізге ангинаның несі емес. Тура осы жер керек болады. Қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына мойын жақтан жақсап уқалаймыз. Егер үйде инсульт алған кісілер болса, егер ер кісілер болса, егер қолдарыңыз кеп жатса, өздеріңіз істесеңіздер болады. Ал егер жақын туыстарыңызға істетсеңіздер болады. Қараңыздар.
үй жағдайында мен көрсетіп отырмын да бойынша. Кейін енді қараңыз, міне тура осы жерге 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Енді қараңыздар, уже мына жақтарын бәрін қыздырып алдық. Полный қыздырып алдық, иә? Қыздырып алғаннан кейін енді қараңыздар. Қолға кәдімгі стерильный перчатканы киемін. Стерильный перчатканы кидік. Бұны кигеннен кейін кәдімгі тілді тартамыз. Тілді бері қарай тартуға әрекет жасау керек. Қараңыз, қарай. Мен мұны тура осы саусақпен. Бұны да 10 рет жасайсыздар. Кәдімгі. Кейін қараңыздар. Кәдімгі. Енді мына екі жағына мына. Көресіз мұны? Тура осылай. Бұны да 10 рет жасайсыздар. Сосын қараңыздар. Мына таңдайға да мұқият болу керек. Қараңыз. Бұны да 10 реттен істеу керек. Күнде жатар кезге істеңіздер. Мен бұндай тәжірибеден өткен 15 күнде кәдімгі сайрап кетесіздер. Кейін мен сіздерге айтайын, тілді шығарып міне. Бұны да 10 рет істейсіздер. Тәл осы тілдің астынан көтересіздер. Көтеріп, оң жақа, сол жақа, оң жақа, сол жақа қойып көтересіздер. Кейін тағы да кәдімгі не қылып, тілді шығарып бітуге, бұлай істеу керек. Бірінші қысқа мысалға, 5 минут тұрамыз. Кейінгісінде тағы 5 минут. Одан кейін және шығарып. Көбіректен шығарып, полный уже жайлап өсіріп алу керек. 15 күннің ішінде, айтып жатырмын ғой, Құдай қаласа сайрап кетесіздер. Сосын қараңыздар, енді менің немде кәдімгі нені тілді тастайсыздар. Бұл не қылмаңыздар, бұл астынан сөлекей ағып кетуі мүмкін. Обязательно осы жаттығуларды жасаңыздар. Құдай қаласа ем болып, шипа болады. Енді қолдағы төтекті шешеміз. Сосын бізге жаңағы не алғандай қасық керек болады. Кәдімгі қасық. Үйде істетіп жүрген өзіміздің қасықтар бар ғой. Бұл уже тілге не қылатқаннан кейін қазір оны істеуіміз керек. Обязательно антисептик шашуымыз керек. Қараңыздар. Бұл жағдайда 10 рет қайталау керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Екі жағада тілді қасты кіргіз, е? Енді тағы бір жағдай. Таза шприц аламыз. Таза шприц алып, кәдімгі. Мен жаңа айттым ғой, Брока мен Верника аймақтары, кәдімгі бізде баста металшықта, бар ғой сол металшықтары не қылғаннан кейін, кәдімгі ұйқының да несі болмай қалады, нормаға келмей қалады, уже тілден қалғаннан кейін. Енді сол тілдегі нерв системаларды ояту үшін тура осылай инені аламыз, тілді кәдімгі шығарамыз. Егер шығарамай жатса, ұстаңыздар. Тілді ұстап алыңыздар да, бірінші тілдің ұшына.
тура осылай жасайсыздар. Кәдімгі йодный сетке жасайсыздар ғой, сол сияқты айтып тырнап. Бұл бүйтіп тесіліп кетпейді мына инемен. Просто инеміз мынау неде, жаңа неде болу керек, стильный. Өзі одноразовый ғой, бұл бір рет қана істететін. Кейін уже тастау керек. Ал сіздерге ем болсын, ұнаған болса, менің YouTube каналым ұнаған болса, тіркеліп кетіңіздер. Менің каналымда өте сіздерге пайдалы ақпараттар табылады. Маған сұрауларыңыз болса, беймарал қойсаңыздар, дәл сол туралы айтамын. Енді қараңыздар, соңғы бір неміз қалды. Соңғы тілге жаттығуымыз қалды. Енді бұда кәдімгі мен сіздерге айтайын дегенімше, бұның барлығын жасап атқанның барлығын үй жағдайында жасасаңыздар болады өздеріңіз. Қараңыздар, тілді кәдімгі шығарамыз. А, О, Л әріптарына көбірек айтқызу керек. Мысалы қараңыз. Деп тура осылай жасау керек. Кейінгіміз А, О дегенде мысалы қараңыз. О деген кезде қараңыз, тілді деп кәдімгі жан жақта айналдыру керек тілді. Кейін ең соңымыз Л. Л-ка болса мынандай дырылдату. Тілді дырылдатамыз. Тура солай істеп, тілді кәдімгідей өсіреміз. Сосын тілді сайратамыз. Бұл қарасаңыз, осы инсульттаған кісілердің несі, тура осы жаттығулар жасаса, 15 күндің ішінде тілге келеді, Құдай қаласа. Ал сіздерге ем болсын, ауырмаңыздар, менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер.